Буруж сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Шоқ жұлдыздармен безендірілген аспанға серт. Уәде етілген күнге, қиямет күніне серт. Куә болушыға, һәм куәлік етілген нәрсенің бәріне серт. Отты ордың иелері құрысын. Олар онсыз да құрды. Олар ор қазып, оны отқа толтырғандар. Олар сол лаулаған оттың басында отырып, мүміндердің қалай азапталғанын тамашалайтын, сөйтіп, рахатқа бататын. Олардың мүміндерді мұншама азаптауының бір ғана себебі, олардың азиз, бәрінен үстем әрі ұлық, хамид, бар мадақ пен шексіз шүкіршілікке лайық болған, Аллаға иман келтіргендігі еді. Мүміндердің күллі аспан әлемі мен жердің бар билігі бір өзіне ғана тиесілі болған Аллаға иман келтіргендігі еді. Алайда Алла бәріне де куә. Мүмін ерлер мен мүмін әйелдерге зорлық зомбылық көрсеткен һәм содан кейін тәубесіне келмегендер үшін жаһаннам азабы бар. Міне солар үшін отты азап бар. Ал иман келтіріп, соған сай өздерін һәм бүкіл қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер атқарғандарға болса, шайқалған бау-бақшаларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жанға жайлы жаннат бақшалары бар. Нағыз жетістік, ең үлкен табыс міне осы. Раббыңның бас салып азаптауы шүбәсіз өте жаман. Ол әу баста бәрін жоқтан жаратты. Және ақиретте бәрін қайтадан жаратады. Ол ғафур, өзіне серік қосудан басқа қандай үлкен күнә болса да кешірімді. Уәдуд, құлдарын ерекше жақсы көруші, сондай-ақ құлдарының да оған деген сүйіспеншілігі ерекше. Ол ұлы арштың иесі, мәжид, аса мәртебелі, қалағанын істеуші, және қалағанын қалауынша жасаушы. Саған әлгі әскерлер жайлы хабар жеткен беді. Перғауынның және Самуд қауымының хабары жеткен беді. Алайда сол күпірлікте табандағандар әлі де ақиқатты жоққа шығарудан қайтпауда. Дегенмен Алла тағала оларға жан жағынан құрсау салушы. Сондықтан олар Алланың үкімінен еш қайда да қашып құтыла алмайды. Олар қанша жерден жоққа шығарса да, ол аса қадірлі де қасиетті Құран. Қияметке дейін оқылатын қасиетті кітап. Негізі ләухіл махфузда. Жалған атаулыдан мүлдем ада Алланың қорғауындағы кітап.